Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай торттарды сәндеуге, әрлеуге арналған үй жағдайында безелерді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз безе дайындау үшін ақуыздың үстіне қанттарымызды сала отырып, осылай жылы суда ерітіп алатын боламыз. Біздің ыдысымыз суға тимей, батпай тұруы қажет. Осылай жақсылап араластыра отырып, қантымыз ерігенше күтетін боламыз. Қантымыздың ерігенін осылай қолымызбен білсек болады. Егер сіздерде тамақтың градусын өлшейтін құрылғы болса, сол құрылғымен өлшесеңіздер болады. Негізгі біздің градусымыз 60 градустан асып кетпеу қажет. Сол кезде безе бізде сынбай жақсы пісетін болады. Енді біз қантымыз ерігеннен кейін оттан алып, жақсылап көпіршігенше миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына көтере отырып, миксерлеп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап миксерлеп аласыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, маған қолдау білдіріп, комментарий қалдырып отырыңыз. Алдағы уақытта тағы да жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Міне біздің беземіз дайын бола бастады. Осылай жақсылап миксерлейміз. Соңғы нәтижесінде осындай бізде қоспа шығуы қажет. Және оның үстіне енді біз қант ұнтағымызды салып, тағы да бір жақсылап араластырып жібереміз. Енді біз осы дайын болған қоспаны 3 бөлікке бөлемін. Себебі мен 3 түрлі светте безелерді пісіргім келіп тұр. Біріншісіне осылай қызыл красителен кішкене қана қосып, розовый түсті алғым келеді. Сондықтан осылай қосып, жақсылап араластырып дайындап алдым. Екіншісіне мен көк және осылай қызыл красительдерді араластыра отырып, қанық қызыл бордовый светті алу үшін екеуін жақсылап араластырамын. Сіз өзіңіз қалаған үйде бар красительмен істесеңіз болады. Егер болмаса, жай ақ өзінде пісіріп алып, ақ безелерді дайындауға болады. Үшінші қалған бөлігіне мен енді көк светті шығару үшін осылай қосамын және де жақсылап араластырып, дайындап алатын боламыз. Барлығын осылай әдемі етіп дайындап алдым. Безелерді пісіруге кірісеміз. Осылай кондитерлік қапшыққа салып аламын және басына өзіңізге керек, өзіңіз қалаған насадканы қойып, пісіріп аласыздар. Осылай барлығын орналастырып шығамын. Бір айтып кететін жағдай, сіздердің пештеріңіздің градусы 90 градустан асып кетпесін. Егер безелерді пісіру барысында бөлініп, қатты арасы ажырап жататын болса, градусты көтермейсіздер, керісінше градусын түсіру керек болады. Негізі 70 және 90 градус арасында 15 минуттан безелеріңізді пісіріп аласыздар. Мен осылай барлығын орналастырып шығамын және де пешімде 15 минутта 80 градусқа қоя отырып, безелерді жақсылап пісіріп алатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздер де жасап көріңіздер. Әрдайым тәжірибе, эксперимент арқылы қолдарыңыз үйренеді және де өздеріңізге көңілдеріңіз толатын болады. Міне осылай орналастырып шығып жатырмын. Енді барлығын пісіріп алатын боламын. Қалған бөліктерін осылай кішкене фигуркаларды шығарамын. Ол торттың бетіне сәндеуге әсер ететін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай безелерім өте әдемі, сүйкімді болып шықты. Өзімнің көңілімнен шығып тұр. Енді мен бұл безелерді торттарымды сәндеуге қолданатын боламын. Сіздермен бірге болған әдемі, сау болыңыздар.